Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз шайға дәмі өте ерекше болып шығатын хворс әзірлейміз. Осындай өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ол үшін біз 3 жұмыртқамызды ыдысқа жарып аламыз. Оған тұз, 1 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды саламыз. Ұн салып, жақсылап илейміз. Көп ұн салмаймыз. Керегінше ғана ұн салып, жақсылап илеп, бетін жауып бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін қамырымызды екіге бөліп, тағы да илеп қоямыз. Жайғанға ыңғайлы болу үшін бетін жауып қоямыз. Содан кейін жақсылап жұқалап жайып аламыз. Жұп-жұқа етіп, 2 қамырды да жайып аламыз. Жұқалығы осы видеода көрсетілгендей жаямыз. Содан кейін екіге бүктеп, осылай кесеміз. Ұзыншақ қылып, осылай ромбик тәрізді қылып кесіп аламыз. Ортасын осылай тесік кесеміз. Содан кейін осылай кесілген жерінен ішке қарай бір аударып, барлығын осылай дайындап аламыз. Содан кейін қызып тұрған майға қуырып аламыз. Өте тез қуырылады. 2 жағын қуырып, салфеткаға түсіреміз, артық майы сіңіріп алу үшін. Осылайша барлығын қуырып аламыз. Міне осындай өте көп мөлшерде хворс шығады. Содан кейін ыдысымызға қатар-қатарынан салып, қатар-қатар тізіп алып, сгущенка сеуіп, сгущенка құйып, сгущенканы саламыз. Барлық жеріне жетеді сгущенканы. Құйып алып, мак себеміз. Әр слойын осылай қатар-қатарынан астынан бастап тіземіз. Ең бетіне қант ұнтағын сеуіп қоямыз. Өте әдемі және дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.